Түн сағат 3. Қора жалынға оранған. Ішінде 5 адам айқайлайды, есікті қағады, терезелерден шығуға тырысады. Бірақ есік ішінен бекітілген. Терезелер тым кішкентай. От жақындайды. Олар жанып жатыр. Ал сыртта бір әйел тұр. Тыныш, көзінде жас жоқ. Жүзінде сезім жоқ. Ол тек қарап тұр. 40 минут бұрын 5 адам оның өмірін өзгертті. Енді 20 минут олардыкін өзгертеді. Бұл кек туралы емес. Бұл әділдік туралы. Қазақстандық ауылда болған нақты оқиға. Тыңдаңыздар соңына дейін. Егер сізге осындай мазмұн ұнаса, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. Алматы облысы, Талғар ауданы, Қайыңды ауылы. 1992 жылдың қыркүйек айы. 29 жұлдыз. Жексенбі түні. Ауыл ұйықтап жатыр. Тау етегіндегі кішкентай қауым, 50 үй, 200 адам. Әркім бір-бірін білетін жер. Әркімнің құпиясы ашық жатқан жер. Түн сағат 3-те дабыл шалынады. Қараңғыда біреу айқайлап жатыр. От. Қора жанып жатыр. Адамдар терезелерінен қарайды. Аспан қызыл. Ауылдың оңтүстік шетіндегі ескі қора жалынға оранған. Жалын 10 метр биіктікте көтеріліп тұр. От түтіні жұлдыздарды жасырған. Ерлер киініп жүгіріп шығады. Шелектер, су, бірдеме. Бірінші жеткен Асқар аға, 60 жастағы ақсақал. Ол қорадан 10 метр жерден тоқтайды. Қызу айтарлықтай күшті, жақындауға болмайды. Қора толық жалында. Ағаш қабырғалар, құрғақ шатыр, бірдей жанып жатыр. Сонда ол естиді. Айқайлар, адамдар айқайлап жатыр. Ішінде, қора ішінде. Асқар аға жүгіріп барады есікке. Қызу өте күшті, бірақ ол итереді. Есік қозғалмайды. Сыртынан бекітілген емес. Біреу ішінен сырғытпаны түсірген. Ол қатты итереді, күшпен, иығымен. Ештеңе болмайды. Тағы адамдар келеді. 20 адам жиналады. Олар да естиді ішіндегі айқайларды. Көмектесіңдер. Босатыңдар. Өлеміз мұнда. Дауыстар үрейлі, паникалық. Біреу терезеге жүгіреді. Терезе кішкентай, 90 сантиметрге 50 сантиметр. Темірлі тор бекітілген. Ішінен қол созылады, темірді ұстап тартады. Есікті ашыңдар. Өтінемін. Балаларым бар менің. Бұл Төлеген Әбдібековтің дауысы. Ауыл басшысы. Кеңесінің мүшесі. Белгілі адам. Қолы қантумен жабысқан, терезе торын созып жатыр. Бетінде күйіктер пайда болып жатыр. Ерлер балтамен есікті бұзуға тырысады. Бірақ есік қалың, темірмен нығайтылған. От күшейе түседі. Шатыр құлап түседі. Ұшқындар аспанға ұшады. Айқайлар әлсірейді. Біреуден соң біреу. Төлегеннің қолы терезеден жоғалады. 10 минуттан кейін дыбыстар толықтай тоқтайды. Тек оттың шытырлауы қалады. Ауылдықтар су құйып жатыр, бірақ кеш. Барлығы өте кеш. Сағат 4-те от басылады. Таң ата бастайды. Қора қара қаңқа. Түтін көтеріледі тыныш аспанға. Асқар аға ішіне кіреді. Оның артынан тағы 3 ер адам. Көріністі ұмытпайды ешқашан. 4 күйген дене. Есіктің жанында бір-біріне қаусап жатыр. Қолдары созылған, тырнақтар ағашқа кіріп кеткен. Олар соңғы секундқа дейін есіктен шығуға тырысқан. Бәрі танылмайтын күйде. Терілері күйген, киімдері балқыған. Бірақ ауылдықтар біледі кім екенін. Төлеген Әбдібеков. Нұрлан Қасымов, Қанат Өтебаев. Серік Молдағалиев, ауылдың 4-еуі. Барлығы 30-дан асқан емес. Біреу полицияға қоңырау шалады. Талғардан машина келеді. 2 сағаттан кейін. 2 офицер және 1 тергеуші. Олар көріністі қарайды. Фотография түсіреді. Сұрақтар қояды. Бірінші сұрақ, есік неге ішінен бекітілген? Екінші сұрақ, олар мұнда не істеп жүрген түнгі 3-те? Үшінші сұрақ, от қалай басталған? Асқар аға айтады, бұл Төлегеннің қорасы еді. Ол досымен мұнда жиналатын. Жексенбілерде.
карта ойнайтын, ішетін. Тергеуші жазып алады. Досы кімдер? Осылар ма? Ол 4 денеге көрсетеді. Иә, осылар. Ал қалғандары қайда? 5 адам жиналатын әдетте. Төлеген, Нұрлан, Қанат, Серік және жүргізуші. Ермек деген бір жас бала. Төлегеннің жиені. Ермекті қайдан табамыз? Асқар аға иығын қысады. Білмеймін, оның үйіне барыңыздар шығар. Полиция Ермектің үйіне барады. Анасы ашады есікті. Көзі қызарған, жылап тұр. Ермек қайда? Ауруханада. Не болды? Оны қорадан алыс жерден таптық. Көлік ішінде. Басы жарақаттанған. Естен танған күйде. Ауруханада Ермек жатыр. Бас сүйегі сынған. Дәрігер айтады, біреу оны қатты ұрыпты. Күйіп қалды. Бас сүйегінде жарақат. Сөйлей алмайды әлі. Тергеуші күтеді. 2 күн. 3 күн. 4-ші күні Ермек есін жиды. Көзін ашады. Полиция кіреді. Не болды сенімен? Кім ұрды? Ермектің көзі кеңейді. Қорқынышпен қарайды. Дыбысы шытырлайды. Сол әйел. Қай әйел? Мен білмеймін атын. Ол келді. Мені ұрды. Мен ештеңе көрмедім содан кейін. Оянғанымда көлік ішінде едім. Қора жанып жатыр. Айқайлар естілді. Тергеуші жазады. Әйелді суреттейсің ба? Ермек көзін жұмады. Қараңғы еді. Көрмедім жақсылап. Орта бойлы. Қара шаш. Жүзі көлеңкеде. Бірақ көзін көрдім. Мұздай көз. Өлі көз. Қанша жасар шамамен? Білмеймін, 30-дай шығар. Неге ол мұны істеді? Ермек басын шайқады. Білмеймін, мен ештеңе істеген жоқпын. Полиция ауылға қайтады. Адамдарға сұрақ қояды. Қараңғы көз дегенде, мұздай көз дегенде кімді елестетесіз? Ауылдықтар бір-біріне қарайды. Үнсіз қалады. 2 жыл артқа. 1990 жылдың көктемі. Кеңес одағы жаңа ғана ыдырады. Қазақстан тәуелсіздік алған. Бірақ ауылда ештеңе өзгермейді. Тек ақша құнсызданады. Адамдар кедейленеді. Мейрам Бекенов 27 жаста. Шаруа қой бағады. 50 бас қойы бар. Әкесінен қалған. Әйелі Айгүл 25 жаста. 2 баласы бар. Қыз Гүлназ 8 жаста. Бала Дәурен 6 жаста. Олар Асқар ағаның үйінен жалға алған үйде тұрады. 3 бөлме. Қарапайым өмір. Кедей емес, бай емес. Мейрам тыныш адам. Ешкіммен дау жасамайды. Қойларын бағады, жүнін сатады, отбасына қарайды. Жас кезінде күресті. Қазақ күресі. Таяқпен күрес. Облыстық чемпионатта 2-ші орын алды. Күшті еді. Бірақ қазір күреспейді. Отбасы маңызды. Айгүл сұлу әйел. Ұзын қара шаш. Жанды көз. Жақсы ана. Балаларын жақсы көреді. Базарда жеміс сатады жазда. Ақшасы аз, бірақ қанағаттанады. 1990-да қыс қатал келді. Қар көп. Мейрамның қойлары ауырды. Омбасы қатты. Ветеринар келтіру керек. Ветеринар Талғарда 100 сом керек. Мейрамда жоқ. Ол Төлеген Әбдібековқа барады. Төлеген ауылдың ең бай адамы. Кеңес кезінде совхоз бастығы болды. Енді өз бизнесі бар. Мал сатады, жер сатады. Ақшасы көп. Үлкен үйде тұрады. Көлігі бар. Мейрам Төлегеннің есігін қағады. Төлеген шығады. Қалың адам, қызыл бет, кіші көз. Не керек? Төлеге қойларым ауырды. 100 сом керек ветеринарға. Қайтарамын жүн сатқанда. Төлеген кім болды? 100 сом деп ойлайсың ба? 500 керек. Мейрамның көзі кеңейді. 500. Көп қой. Алсаң ал, алмасаң қойларың қатсын. Мейрам ойланады. Таңдауы жоқ. Қойлар өлсе, ештеңесі қалмайды. Келсемін 1 жыл ішінде қайтарамын. Төлеген күледі. 1 жыл.
1 жыл ішінде 500 мың сомға айналады инфляциямен. Жоқ, 3 жыл бересің. Бірақ пайыз қосамын. Жылына 50 сом. 3 жылдан кейін 750 сом қайтарасың. Мейрам жұтынады. Келісемін, төлеген ақша береді. Құжат жазбайды. Тек қол алысады. Ауылда қол алысу құжаттан маңызды. Сөз берді деген сөз. Мейрам ветеринар шақырды. Қойлары айықты. Жүн сатты күзде. Бірақ ақша аз. 200 сом тапты. Төлегенге апарды. Мынау бастама. Қалғанын келесі жылы беремін. Төлеген ақшаны алды. Жазбады. Тек басын ескеді. 2-ші жыл Мейрам 400 сом жинады. Апарды, төлеген алды. Қалды 150. 3-ші жылы Мейрам тек 100 сом жинады. Өмір қиындады. Бағалар көтерілді. Бала ауырды, емдеуге ақша кетті. Ол төлегенге барды. Мынау 100 сом. Келесі жылы 50 беремін. Төлеген күлді. Келесі жыл. 3 жыл біту керек еді. Қарызың бітті. Бірақ Мейрам 20 сом алды. Төлеген тоқтады. Қызанат бастады. Менің ақшамды ойнайсың ба? 3 жыл күттім. Қазір бәрін қайтар. Мейрам қалтасын көрсетті. Жоқ ақша. Мынау бар не? Төлеген жақындады. Қарапайым бастады. Ақшаң жоқ па? Онда басқа нәрсемен төлейсің. Мейрам түсінбеді. Не нәрсемен? Төлеген әйеліңе қара. Айгүл базардан келе жатыр. 2 баласымен. Төлеген нұсқады. Мына осымен. Мейрам қанын сезді. Қызанатқа өтті. Не деп жатырсың? Әйеліме тиме. Төлеген күлді. Өзің тидім. Мен тек қарызымды алам. 3 жыл күттім. Енді төлем уақыты келді. Төлеген айналды кетуге. Сені күтемін. Жексенбіге дейін ойлан. Ақша болмаса әйелің төлейді. Кетті. Мейрам үйге келді. Айгүлге айтты. Айгүл қорқыныштан ақшарды. Не дейсің? Тыныштандырды оны. Ештеңе болмайды. Полицияға барамыз. Айгүл басын шайқады. Полиция көмектеспейді. Төлеген билікпен байланысты. Оның досы прокурор. Онда қашамыз. Қайда қашамыз? Ақша жоқ. Туыстар жоқ. Мейрам басын ұстады. Білмеймін, не істеу керек? 1 апта өтті. Төлеген келді. Досын ертіп алды. Үшеуі Нұрлан Қасымов, сарбас адам, тырма мұрын, қалың қолдар. Қанат Өтебаев. Арық, ұзын, түк сақал. Серік Молдағалиев, қысқа, дөңгелек бет, алтын тіс. Олар Мейрамның есігін қағды. Мейрам шықты. Төлеген сұрады. Ақша бар ма? Жоқ, онда біз әйеліңді аламыз. Мейрам есікті жапқысы келді. Нұрлан аяғын қойды. Есік жабылмады. Үшеуі итерді. Есік ашылды. Мейрам құлады. Олар ішіне кірді. Айгүл балалармен асханада отыр. Көрді оларды. Дереу түсінді. Балалар, жүгіріңдер. Қайда жүгіреміз? Көршіге. Гүлназ мен Дәурен қорқып қалды. Анасы итерді оларды. Жүгіріңдер. Балалар есіктен шыға алмай жатты. Қанат ұстады оларды. Жоқ. Олар қалады. Көреді бәрін. Үйрететін күн болсын. Қыркүйектің 15-ші жұлдызы. Кеш сағат 6-да Төлеген мен досы Мейрамның үйіне келді. Бесеуі Төлеген, Нұрлан, Қанат, Серік және Ермек Төлегеннің жиені. 20 жасар бала. Жүргізуші қара Жигулиді айдап келді. Мейрам қорада қой жинап жатыр. Күн батып барады. Салқын желді есіп келеді таудан. Көлік тоқтады. 5 адам түсті. Мейрам қойларға есік жауып жатыр. Естімеді оларды. Төлеген артынан жақындады. Мейрам айналды. Көрді бесеуін. Жүрегі тоңды. Не істеп жүрсіңдер мұнда? Төлеген күлімсіреді. Ақшаны алуға келдік. Мейрам артқа шегінді.
Жоқ деп айттым ғой. Әлі 2 ай керек. Төлеген басын иіскеді. 2 ай? 3 жыл күттік. Жеткілікті, енді төлейсің. Мейрам қорадан шығуға тырысты. Нұрлан жолды жапты. Үлкен адам, 2 метрден астам. Кеудесі кең. Мейрам оған итерді. Нұрлан қозғалған жоқ. Тек күлді. Қанат артынан келді. Қолында ағаш таяқ. Үйдің қабырғасынан алды. Көтерді, Мейрам айналды. Тым кеш. Таяқ басына түсті. Қатты соққы. Мейрам тізерлеп құлады. Құлақ шыңғырлады. Көз алдынан жұлдыз ұшты. Серік алдынан теуді. Аяғымен бетіне. Мұрын сынды. Қан атты. Мейрам артқа құлады. Нұрлан қабырғаға текет. 1 рет. 2 рет. 3 рет. Сүйектер сықырлады. 2 қабырға сынды. Мейрам жерде жатыр. Қозғала алмайды. Тыныс алу қиын. Әрбір дем ауырған сүйектер сезіледі. Ол сүрінуге тырысты. Төлеген басына басты аяғын. Жоқ. Сен мұнда қал. Көр бәрін. 4-еуі үйге қайтты. Ермек көліктің жанында қалды. Шылым тартып тұр. Мейрамға қарамайды. Ұялады, бірақ кетпейді. Төлегеннің бұйрығы. Үйде Айгүл балаларды бөлмеге жасырды. 2 баласын кішкентай бөлмеге итеріп кіргізді. Есікті жабуға тырысты. Қанат есікті аяғымен итерді. Есік ашылды. Балалар бұрышта жинала түсті. Гүлназ ағасын құшақтады. Екеуі жылап тұр. Қанат оларды бөлмеде қалдырды. Есікті жапты. Сыртынан балалар ішінде қалды. Айқайлап жатыр. Апа. Есікті қағып жатыр. Айгүл зал бөлмесінде. 4-еуі қоршап алды. Ол есікке жүгіруге тырысты. Нұрлан ұстады. Қолынан қатты. Айгүл айқайлады. Босатыңдар. Көмектесіңдер. Ешкім келмейді. Көршілер естіген. Бірақ келмейді. Төлегеннен қорқады. Серік аузын жапты. Қолымен Айгүл тістеді. Серік айқайлап қолын алып тастады. Содан бетінен соқты. Айгүл үстелге құлады. Бас айналды. Төлеген алдына келді. Үйіліп қарады. Сенің күйеуің ақшасын қайтармады. 3 жыл күттік. Енді төлейсің. Айгүл көзіне қарады. Тікелей қорықпады. Мен ештеңе берген жоқпын сенің ақшаңа. Бұл оның қарызы. Менен не алуым керек? Төлеген күлді. Ақша бере алмаса, басқа нәрсе беру керек. Сен бересің. Ал балаларың көреді. Үйрететін күн. Қарыз қайтарылмаса не болатынын. 40 минут. 4-еуі кезекпен. Алды Төлеген, артынан Нұрлан, Қанат, соңында Серік. Айгүл әуелде айқайлады. Өтінді, жылады, содан дауысы жоғалды. Тек көз жасы қалды. Балалар есіктің артында естіп тұр. Бәрін Гүлназ ағасының құлағын жапты. Екеуі жерге шөгіп отыр. Дірілдеп сол түнді ұмытпайды ешқашан. 40 минут өткен соң 4-еуі тоқтады. Айгүл үстелде жатыр. Қозғалмайды, киімдері жыртық. Денесінде көгеру бар, қан бар. Көзі ашық. Бірақ ешкімге қарамайды. Шыға қарайды. Төлеген киінді. Қолын жуды шүмекте. Досын айтты. Жеткілікті, кетеміз, ола шықты. Мейрам әлі қорада жатыр. Қозғала алмайды. Төлеген жанынан өтті. Иілді, құлаққа сыбырлады. Енді қарыз өтелді. Полицияға айтсаң, балаларыңды да аламыз. Түсінікті ме? Мейрам жауап бере алмады. Тек басын иіскеді. Көз жасы өріп кетті. Төлеген түрегелді. Көлікке отырды. Ермек айдап кетті. Мейрам 10 минут жатты. Сонан соң сүрінді. Есігіне үйге кірді. Балалардың айқайын естіді. Олар әлі ішінде. Бөлме есігін ашты. Балалар шыға жүгірді. Әке. Гүлназ құшақтады.
Ана қайда? Мейрам залға кірді. Айгүлді көрді. Жүрегі жарылды. Ол жақындады. Айгүл жауап бермеді. Көзі тек қарап тұр. Ештеңе көрмей. Мейрам жылады. Кешір, мен сені қорғай алмадым. Мен әлсіз едім. Кешір. Таңертең Мейрам Айгүлді ауруханаға алып барды. Талғардағы орталық аурухана. Көршісінің көлігімен апарды. Балаларды үйде қалдырды. Асқар ағаның әйелі Бибігүл қарады. Дәрігер Айгүлді тексерді. Жас әйел дәрігер 28 жаста. Аты Лейла, ол үнсіз тексерді. Содан Мейрамға айтты. Сыртқа шық. Мейрам шықты коридорға. 10 минуттан кейін Лейла шықты. Бетінде ашу бар. Қатты жарақат. Ішкі жарақат. Көп күш қолданған. Полицияға хабарлауым керек. Мейрам қолын ұстады. Өтінемін, жоқ. Лейла бос қалды. Неге жоқ? Бұл қылмыс. Ол зорлық көрген. Мейрам басын төмен салды. Білемін, бірақ полиция көмектеспейді. Зорлаушылар билікпен байланысты. Хабарласам, бізді өлтіреді. Лейла ұзақ қарады. Содан түсінді. Кіші ауылдар. Кеңес одағы жаңа тұрады. Заң жоқ. Тек күш бар. Ол иығын қысты. Жарайды, хабарламаймын. Бірақ ол ауруханада қалу керек. 2 апта. Айгүл 2 апта жатты. Мейрам күн сайын келді. Балаларды ертіп келмеді. Айгүл балаларды көргісі келмейді. Олардың көзіне қарай алмайды. Сол түнді естігенін біледі. Ұялады. Мейрам оның қасында отырды. Қолын ұстады. Сөйлеуге тырысты. Айгүл жауап бермейді. Үнсіз, тек терезеден қарап жатады. Көзінде өлі қарай. Өмірге деген қызығушылық жоғалған. 2 аптада Лейла Мейрамды шақырды. Кабинетіне. Денесі айықты. Бірақ жаны әлі ауыр. Психолог керек. Талғарда жоқ. Алматыда бар. Бірақ қымбат. Мейрам айтты. Ақша жоқ. Жоқ, басқа таңдау. Үй аламын. Лейла көз жасын тоқтата алмады. Кешір, мен көмектесе алмадым. Мейрам алғыс айтты. Сен көп көмектестің. Үйге қайтқаннан кейін Айгүл тек жатты. 3 күн. Тамақ жемейді. Балалармен сөйлеспейді. Тек терезеден қарайды. Мейрам қасында отырды. Сөйлесе алмайды. Не айту керек білмейді. 4-ші күні Айгүл сөйледі. Алғаш рет. Дауысы сыбырлау. Мейрам дереу жақындады. Не керек? Айгүл оған қарады. Көзінде жаңа бір сезім. Суық сезім. Қашамыз ба? Мейрам ойланды. Қайда барамыз? Алматыға, Қызылордаға, қайда болса да. Айгүл басын шайқады. Жоқ, кетпеймін. Неге? Ол оған тікелей қарады. Себебі олар жазаланбайды. Қашсам, олар қалады. Басқа елдерге солай істейді. Мен рұқсат бермеймін. Мейрам қорқыныштан сезді. Не ойлап жүрсің? Айгүл жауап бермеді. Тек терезеден қарап қалды. Бірақ Мейрам көзінде көрді. Қатты нәрсе. Мұздай нәрсе. Келесі аптада Айгүл төсектен тұрды. Тамақ жеді. Балалармен сөйлесті. Бірақ бұл бұрынғы Айгүл емес. Күлкісі жоқ. Жылуы жоқ. Тек қарай аққана. Ол базарға барды. Дүкандарға барды. Адамдармен сөйлесті. Әдеттегідей көрінеді. Бірақ Мейрам байқады. Ол бақылап жүр. Біреулерді. Бір кеш Мейрам сұрады. Сен не істеп жүрсің? Айгүл жауап бермеді. Мейрам қолын ұстады. Өтінемін, ұмыт, өткенді өткен қыламыз. Жаңадан бастаймыз. Айгүл оған қарады. Тікелей көзінде мұз бар. Мен ұмытпаймын. Ешқашан олар төлейді. Бәрі төлейді. Айгүл қалыпты өмірге қайтады. Немесе қалыпты секілді көрінеді. Таңертең тұрады. Балаларға тамақ дайындайды. Үйді тазалайды. Базарға барады. Әдеттегідей, бірақ бәрі өзгерген. Көзіне қара.
Бұрын жанды көз еді. Енді мұздай. Ештеңе сезінбейтін көз. Даусына қара. Бұрын жылы дауыс еді. Енді тегіс, сезімсіз. Мейрам қорқады одан. Түнде ұйықтап жатқан кезде оның жанынан тұрғанын сезеді. Тек қарап тұр. Қараңғыда ештеңе айтпайды. Таңертең сұрайды. Ұйықтай алдың ба? Айгүл иә дейді. Бірақ Мейрам біледі жалған екенін. Қыркүйек айы келді. 2 ай өтті оқиғадан бері. Айгүл жексенбі сайын кетеді. Таңертең айтады базарға барамын. Кешке қайтады. Қолында ештеңе жоқ. Мейрам сұрайды. Не сатып алдың? Ештеңе дейді. Ештеңе қажет емес еді. 3 жексенбіде Мейрам соңынан ерді. Алыстан Айгүл базарға бармайды. Ол ауылдың шетіне барады. Оңтүстік шетіне. Қораның жанына. Төлегеннің қорасына. Мейрамның жүрегі суыды. Ол не істеп жүр? Айгүл қорадан 10 метр жерде тоқтайды. Ағаштың артына жасырына. Күтеді 1 сағат. 2 сағат. Кешкі 5-те көлік келеді. Қара Жигули. 4 адам түседі. Төлеген, Нұрлан, Қанат, Серік жүргізуші ермек көлікте қалады. Олар қораға кіреді. Есікті жабады. Айгүл тағы да күтеді. Жарты сағат. Содан кетеді. Тыныш. Мейрам оның артынан қарап тұр. Түсінді, ол оларды зерттеп жүр. Әдетін үйреніп жүр. Үйге қайтқанда Мейрам сұрады. Сен не істеп жүрсің? Айгүл қарапайым жауап берді. Серуендеп жүрмін. Өтірік. Мейрам білді. Бірақ не істеу керек білмейді. Полицияға айту. Не айту керек? Әйелім қорадың қасында серуендеп жүр. Оларды ұстайды ма? Жоқ. Ол түнде ұйықтай алмады. Айгүл қасында жатыр. Көзі ашық. Шыға қарап жатыр. Мейрам сыбырлады. Айгүл жауап бермеді. Мейрам қайталады. Айгүл, өтінемін, не жоспарлап жүрсің? Айгүл оған айналды. Қараңғыда көзі жылтырады. Әділдік жоспарлап жүймін. Мейрамның тері түрегелді. Әділдік дегенің не? Айгүл жымиды. Бірақ күлкі емес. Мұздай жымию. Көремесің? 4 апта өтті. Айгүл әр жексенбіде барады. Қораны бақылайды. Уақытты жазады. Адамдарды санайды. Жоспар жасап жатыр. Әзірлік жасап жатыр. Қазан айының басында Мейрам шешім қабылдады. Айгүлге тоқтатуын айту керек. Кешкі тамақ кезінде сөйледі. Балалар төсекте. Екеуі ғана. Айгүл, мен білемін не істеп жүргеніңді. Айгүл оған қарады. Не істеп жүрмін? Төлеген, мен досым, бақылап жүрсің. Жоспарлап жүрсің бірдеңе. Тоқта, өтінемін. Айгүл пышақпен тамақ кесіп жатыр. Тоқтамада. Неге тоқтауың керек? Себебі қауіпті. Олар сені өлтіреді. Айгүл күлді. Қысқа күлкі. Мен қорықпаймын өлуден. Мен қорқамын екінші өмір бойы сол түнді еске алудан. Мейрам үстелді ұрды. Қатты табақтар секіріп кетті. Болғаны жеткілікті. Мен рұқсат етпеймін. Сен менің әйелімсің. Балалардың анасысың. Олар сені керек етеді. Айгүл оған қарады. Көзінде көз жасы жоқ. Тек мұз. Балалар көрді, олар мені зорлаған кезде. Сен жерде жаттың. Ештеңе істемедің. Енді мен істеймін. Мейрам басын ұстады. Мен істей алмадым. Сынған едім. Білемін. Айгүлдің дауысы жұмсарды. Бірақ тек аздап. Сені кінәламаймын. 4 адам болды. Сен жалғыз едің. Бірақ олар жазаланбайды. Заң жоқ. Полиция жоқ. Тек біз бар. Мейрам сұрады. Не істемекшісің? Айгүл жауап бермеді. Тек тамағын жеді. Үнсіз. Тамақ біткен соң ыдыстарды жуды. Төсекке кетті. Мейрам қалды отырып. Қорқады. Әйеліне қарағанда өзінен қорқады. 2 апта өтті. Айгүл дайындық жасайды. Базардан матадан бөлік сатып алады. Ұзын, үлкен бөлік.
Мейрам сұрайды, неге? Айгүл айтады, көрпе тігеді. Шелек сатып алады. Үлкен металл шелек. Неге? Суды қораға апарады қойларға. Қойлар жоқ қой. Болады. Қыркүйектің 28 жұлдызы. Сенбі түні. Айгүл төсектен қайтпады. Мейрам ұйқыдан оянды. Түн сағат 2. Айгүл жоқ. Үйде жоқ. Мейрам терезеден қарады. Қараңғы, ештеңе көрінбейді. Ол қорқады. Жүрек соғады қатты. Шығуға тырысты. Бірақ аяғы қозғалмады. Білді, нені білуі керек емес. Көруі керек емес. Төсекке қайтты. Көзін жұмды. Ұйықтай алмады. Күтті, таң атауы естіді. От, біреу айқайлап жатыр. Кеудесі қатайды. Басталды. Қыркүйектің 28 жұлдызы. Сенбі күні. Айгүл таңертең тұрды. Балаларға тамақ дайындады. Мейрам қайтты. Бүгін көршіге барамын. Бибігүл апа ауырып қалды. Көмектесуім керек. Мейрам сұрақ қоймады. Айгүл кетті. Ол Бибігүлдің үйіне бармады. Базарға барды. Бензин сататын жерге. Кеңес кезінде автопарк болды. Енді жабық. Бірақ артында бензин сақтайды адамдар. Заңсыз. Айгүл бір адамды білді. Рашид деген қария. Ол машинаға бензин сатады. Айгүл оның үйіне барды. Есік қақты. Рашид шықты. 70 жасар қария. Ақ сақал. Таяқпен жүреді. Не керек, қызым? Айгүл айтты. Бензин керек. Неге? Көлігім жоқ қой. Рашид күдіктенді. Отынға керек. Қысқа әбден. Отын әкелетін жоқ. Бензинмен тұтатамын. Рашид ойланды. Қауіпті ғой. Білемін, бірақ басқа жол жоқ. Балаларым үсіп қалады. Рашид иығын қысты. Жарайды, бір сенімдік. Қанша керек? 5 литр. 5 литр. Көп қой. Айгүл қалтасынан ақша шығарды. Мынау бар не? 200 сом. Рашид ақшаны алды. Күтіп тұр. 10 минут өткен соң ол шыңғышасына бензин құйып әкелді. Мынау, сақ бол. Өте тез тұтанады. Білемін. Айгүл бензинді алды. Ауыр шелек. 2 қолмен көтерді. Алғыс айтты. Кетті. Үйге апарды. Сарайға жасырды. Матадан бөлікті де сарайға келді. Бәрі дайын. Тек күтуі керек. Ертең жексенбі. Соңғы жексенбі. Кеш асқа отбасы бірге отырды. Балалар күлді бірдеңеге. Дәурен анекдот айтты. Мейрам күлді. Айгүл күлді. Бірақ көзі күлмейді. Тек ауыз күлді. Тамақтан кейін Айгүл балаларды жууға апарды. Екеуін де жақсылап жуды. Шашын тарады, Гүлнәздікін, Дәуренді құшақтады ұзақ. Балалар таңғалды. Апа, неге солай құшақтап жүрсің? Сағындым, өтірік. Ол оларды әрдайым көреді. Бірақ бүгін басқаша. Балалар төсекке жатты. Айгүл олардың бөлмесіне кіріп ұзақ қарады. Ұйықтап жатқан 2 баласына. Олар тыныш ұйықтап жатыр. Білмейді ертең не болатынын. Білуі де қажет емес. Айгүл сыбырлады. Кешіріңдер, анаңыз жаман адам болуы мүмкін. Бірақ сендерді қорғау үшін. Есікті жабды. Мейрам залда отыр. Айгүл кіріп келді. Қасына отырды. Сирек жасайды. Соңғы 2 айда жақын болмады. Мейрам таңданды. Айгүл оның қолын ұстады. Мен сені жақсы көремін. Білесің бе? Мейрамның көзі ылғалданды. Білемін, мен де жақсы көремін. Айгүл басын оның иығына сүйеді. Бірінші рет 2 айда. Мейрам оны құшақтады. Бірдеңе айтқысы келді. Бірақ не айту керек білмеді. Олар отырды үнсіз. 10 минут. 20 минут. Айгүл тұрды. Ұйықтаймын, ертең ерте тұрамын. Мейрам сұрады. Қайда барасың?
Көршіге Бибігүлге көмектесемін. Мейрам білді өтірік екенін. Бірақ айтпады. Тек басын иіскеді. Сақ бол. Айгүл жымиды. Тым кеш сақ болуға. Төсекке кетті. Мейрам 1 сағат отырды. Үйге кіріп Айгүлдің қасына жатты. Ол ұйықтап жатқан секілді. Бірақ тынысы алысы өзгеше. Оятын адамның тынысы. Мейрам көзін жұмды. Ұйықтады ма, ұйықтамады ма білмейді. Түн сағат 1-де Айгүл төсектен тұрды. Тыныш дыбыс шығармай. Киінді қара киім. Қара жейде. Қара шалбар. Сарайға шықты. Матадан бөлікті алды. Шелекті алды. Бензин ауыр. Қолы дірілдеді. Тек секунд бойы. Содан тоқтады. Қолы мұздай тыныш болды. Қорада Мейрамның ескі таяғы бар еді. Күрес таяғы. Қалың ағаш. Оны да алды. Бәрін алды. Үйден шықты. Қараңғы түн. Ай жоқ. Жұлдыздар ғана. Жақсы, қараңғы жақсы. Ауылда ешкім жоқ. Бәрі ұйықтап жатыр. Сағат 1. Ешкім көрмейді. Айгүл қораға қарай жүрді. 5 минут. 10 минут. Қорада жарық бар. Ішінде адамдар. 5-еуі олар ойын ойнап отыр. Күліп отыр. Білмейді не болатынын. Айгүл қорадан 10 метр жерде тоқтады. Ағаштың артына жасырынды. Шелекті жерге қойды. Таяқты қолына алды. Күтті жарты сағат. Сағат көлік сыртта тұр. Жүргізуші ермек ішінде ұйықтап жатыр. Терезе ашық. Жаз түні. Жылы. Айгүл жақындады. Тыныш, ермек басын құлатып ұйықтап жатыр. Арақ иісі келеді. Мас, Айгүл таяқты көтерді. Соқты 1 рет. Ермектің басы иіліп түсті. Ұйқыдан терең ұйқыға өтті. Айгүл көлікті қарады. Кілт тіркелген. Ол қозғалтқышты іске қосты. Тыныш, машинаны бейтарап күйге қойды. Итерді, көлік жай қозғалды. Айгүл күш салды. 40 метр итерді. Қорадан алыс. Қозғалтқышты өшірді. Кілтті алды. Лақтырып тастады бұтаға. Қорада дыбыс естілді. Күлкі айқай, олар ойын ойнап жатыр. Білмейді, Айгүл шелекті алды. Қораға жақындады. Есік ескі ағаш. Сырғытпа бар. Екі жақта да жабылады. Ішінен де, сыртынан да. Айгүл бензинді бастады құюға. Есікке, терезелерге, қабырғаларға. Барлығына 5 литр. Барлығы иісі өткір. Бензин жерге тамшылап жатыр. Қораның айналасына септі. Дөңгелекке барлық жақтан. Есік ішінен ашылды. Біреу шықпақшы. Айгүл итерді есікті. Қатты, есік қайтып жабылды. Ішінен айқай. Әй! Не болды? Айгүл сырғытпаны сыртынан түсірді. Бекітті қатты, енді олар ішінен аша алмайды. Айгүл артқа шегінді. 5 метр. Қалтасынан сіріңке шығарды. Қарапайым сіріңке. Базардан сатып алған. Жағды оты кішкентай жалын. Бензинге тастады. Дереу жарылды. Жалын жоғары көтерілді. 3 метр. 5 метр. Қызыл жалын. Сары жалын. Қоршап алды қораны. Есікті, терезелерді, бәрін. Ішінен айқай шықты. Не болды? От. От шықты. Олар есікке жүгірді. Итерді, есік ашылмайды. Қатты итерді. Сырттан бекітілген. Қанат айқырды. Біреу бекітті. Бізді бекітті. Төлегеннің дауысы. Ашыңдар есікті. Кім мұнда? Ешкім жауап бермеді. Тек оттың шытырлауы. От жылдам жайылды. Қора құрғақ ағаш. Жазда күйдірген. Құрғақ жанады. Терезеге жүгірді олар. Кішкентай терезе. Темір тор. Нұрлан қолын созды. Темірді ұстап тартты. Қолы күйіп кетті. Айқырда қолын тартып алды. Терезеден шығу мүмкін емес. Төлеген терезеге келді.
Сыртқа қарады. От жарығында бір әйелді көрді. 10 метр жерде тұр. Қара киімде. Бетін көрді. Айгүл дереу таныды. Көзі кеңиді. Айгүл. Сен бе? Айгүл жауап бермеді. Тек қарап тұр. Бетінде ешқандай сезім жоқ. Төлеген айқырды. Не істеп жатырсың? Босат бізді. Балалар бар менің. Әйелім бар. Айгүл сөйледі. Дауысы тыныш. Салқын, менің де балаларым бар еді. 2 бала. Олар көрді. Олар естіді. Сол түнді. Сендер не істегендеріңді? Төлеген түсінді. Бетінен қорқыныш кетті. Кешір. Біз қателестік. Мас едік. Ақымақ едік. Өтінемін. Босат бізді. Айгүл басын шайқады. 3 жыл күттіңдер. Қарыз үшін. Мен де күттім. 2 ай. Кек үшін. Енді төлейсіңдер. Төлегеннің дауысы жыртылды. Ақша керек пе? Беремін. Қанша болса да. Айгүл күлді. Қысқа, суық күлкі. Ақша емес. Қанды керек. От қабырғаларға жетті. Түтін қалың. 4-еуі жөтеліп жатыр. Серік терезеден айқырды. Көмектесіңдер. Біреу көмектесіңдер. Ауылдықтар естіп жатыр. Үйлерінде бірақ келмейді. Қорқады түнгі от. Қорқынышты нәрсе. Қанат есікті қайтадан итерді. Нұрлан мен екеуі. Барлық күшпен. Есік сықырлады. Бірақ ашылмады. Сырттан бекітілген. Темір сырғытпа. Қалың. Шатыр жана бастады. Жоғарыдан от төмен тамшылап жатыр. Қызыл ұшқындар. Қара түтін. Ауа тығыз болды. Тыныс алу қиын. 4-еуі еденге шөгіп отыр. Төмен ауа таза. Бірақ көп емес. Төлеген терезеге жармасып қарап жатыр. Айгүл әлі тұр. Қозғалмай, от жарығында көлеңке секілді. Төлеген жалында. Айгүл. Қызым. Өтінемін. Балаларыңды ойла. Аналарыңсыз қалады. Айгүл қадам жасады жақын. Дауысы әлі тыныш. Менің балаларым 2 ай аналарынсыз қалды. Мен өлі едім ішімнен. Сендер өлтірдіңдер. Енді нақты өліңдер. Нұрлан жылап жатыр. Ірі адам жылап жатыр. Өтінемін, мен үйленмедім әлі. Өлгім келмейді. Айгүл оған қарады. Ал мен өлгім келді ме? 40 минут бойы. Әр секунд өлгім келді. Сендер рұқсат бермедіңдер. Серік қолын созды терезеден. Жалынып жатыр. Кешір бізді. Аллаға ант. Ешқашан қайталамаймыз. Айгүл жақындады. 5 метр. 3 метр. Серікке қарады. Көзіне білемін қайталамайсыңдар. Себебі өлесіңдер. Шатыр құлай бастады. Ағаш сынып жатыр. Оттың дыбысы қатты. Құтыр-құтыр шытыр-шытыр. 4-еуі айқайлап жатыр. Қатар бір уақытта. Қорқыныштан, ауруа мен үмітсіздіктен. Айгүл кері шегінді. 10 метр. 15 метр. Жеткілікті алыс қызудан. Бірақ әлі көреді. Барлығын ол көргісі келеді. Әр секундын. Әр минутын. От толық жалынға оранды. Қора бір үлкен алау. Аспан қызыл. Жұлдыздар көрінбейді түтіннен. Дыбыстар әлсірейді. Айқайлар тоқтайды. Біреуден соң біреу. Бірінші тоқтады, Серік түтін өкпесін толтырды. Құлады соңғы дем ашы. Екінші қанат, басы от ағашқа тиді. Жанды 3-ші Нұрлан жүрегі тоқтады. Қорқыныштан немесе түтіннен. Білу қиын. Төлеген соңғы қалды. Терезеде қолдары темірді ұстап тұр. Күйген қолдар. Ол әлі Айгүлге қарап тұр. Көзінде өтініш. Сонда үміт. Соңында ештеңе. Шатыр толық құлады. Ағаш дәл оның үстіне түсті. Төлегеннің айқайы бірден тоқтады. Тишалық, тек оттың дыбысы.
Айгүл тұр. 40 минут өтті. Немесе 20. Білмейді, уақыт тоқтағандай. Содан естіді. Дауыстар, адамдар келе жатыр. Ауылдықтар оянды. От көрді. Келе жатыр. Айгүл артына айналды. Кетті, тыныш, қараңғыда жоғалды. Асқар аға бірінші жетті. Артынан тағы 10 адам. Қора толық жанып жатыр. Олар су әкелді. Шелектермен құйды, бірақ кеш. От өте қатты. Төмен қарайды деді біреу. Құлауы мүмкін. Артқа шегінді. От бірте басылды. Жарты сағат. Сағат таң ата бастады. Аспан көгілдір болды. От сөнді. Қора қара қаңқа. Асқар аға ішіне кірді. Үшеуі бірге кірді. Асқар аға, Рашид, тағы бір көрші Мұрат. Көріністен жүректері тоқтап қалды. 4 дене. Күйген қара, танылмайтын есіктің жанында жатыр. Бір-біріне қаусап. Асқар аға жұтынды. Аллах, Рашид көзін жұмды. Қолын бетіне қойды. Мұрат сыртқа жүгіріп шығып құсты. Сыртта қалған адамдар сұрады. Кім олар? Асқар аға шықты. Бетінде қайғы. Төлеген, Нұрлан, Қанат, Серік, 4-еуі адамдар үнсіз қалды. Біреу жылады. Төлегеннің туысы. Қалғандары үнсіз. Қорқыныш қоспаланған сезім. Біреу сұрады. Қалай болды? Есік неге ашылмады? Асқар аға ішіне қайтты. Есікті қарады. Сырғытпа түсірілген. Сырттан біреу оларды ішіне бекітті. Полицияға қоңырау шалды. Талғардан келді. 2 сағат өтті. 2 офицер. 1 тергеуші. Майор Жұмағали, 45 жасар адам. Тәжірибелі. Ол барлығын қарады. Фотография түсірді. Сұрақ қойды. Есік сырттан бекітілген. Бензин иісі әлі сезіледі. Жерде бензин дақтары. Біреу бензин құйды. Біреу есікті бекітті. Біреу өрт салды. Бұл кісі өлтіру. 4 кісі өлтіру. Көлікті таптық деді бір офицер. 40 метр жерден. Ермек ішінде. Естен танған. Басы жарақатты. Жұмағали барды. Көлікті қарады. Ермекті қарады. Оянбады. Ауруханаға алып барыңдар. Ауылдықтарға сұрақ қойды. Кім естіді бірдеңе? Ешкім, бәріміз ұйықтап едік. Кім көрді бірдеңе? Ешкім, қараңғы еді. Жұмағали жазды. Таңертең сағат 9-да Ермек оянды. Ауруханада Жұмағали келді. Не болды сенімен? Ермек қорқыныштан сөйледі. Білмеймін, есімде жоқ. Бірдеңе еске түс. Біреу. Әйел, ол мені ұрды. Қай әйел? Білмеймін, көрмедім. Жұмағали қысым жасады. Ойлан жақсылап. Бір нәрсе. Ермек көзін жұмды. Қараңғы еді. Бірақ көзін көрдім. Қандай көз? Мұздай суық көз. Өлі көз. Жұмағали жазды. Бойын сипаттайсың ба? Ермек басын шайқады. Көрмедім, тек қол. Әйел қолы. Жас па, қарт па? Жас сияқты. Қолы жұмсақ емес еді. Жұмыс істейтін қол. Жұмағали ауылға қайтты. Адамдарды жинады. Ауыл қауымы жиналды. 60 адам. Жұмағали сұрады. Ауылда қай әйелдер жұмыс істейді? Қолдары қатты әйелдер. Қарттар. Жастар. Біреу күлді. Барлығы жұмыс істейді. Ауылда тұрамыз. Барлығының қолы қатты. Жұмағали түсінді. Ақымақ сұрақ болды. Басқа сұрақ қойды. Төлеген кімге қарыз берген еді? Адамдар бір-біріне қарады. Үнсіз Жұмағали қайталады. Білемін, біреулер біледі. Айтыңдар. Асқар аға алға шықты. Көпке берді. Есеп ұстамады. Бәріне қарыз берді. Атын ат. Жұмағали түк жазды. Асқар аға жалғастырды. Мейрам Бекенов, Айдос Нұрханов, Ержан Төлеуов, тағы 10 адам.
Жұмағали барлығына барды. Қайда едіңдер түнде? Барлығы айтты, үйде едім. Отбасымен. Дәлелдей аласыздар. Әйелім дәлелдейді. Балаларым дәлелдейді. Мейрамға келді. Сағат 11-де. Мейрам қораның жанында тұр. Қойларын бағып жатыр. Жұмағали келді. Мейрам Бекенов. Иә, сізге сұрағым бар. Кеше түнде қайда едіңіз? Үйде ме? Иә, отбасымен. Дәлелдей аласыз. Мейрам тоқтады. Әйелім дәлелдейді. Балаларым дәлелдейді. Жұмағали қарады оның көзіне. Сіз төлегенге қарыз еді ғой. Мейрам басын иіскеді. Иә еді. Қайтардым. Қашан? Өткен жылы. Жұмағали күдіктенді. Әйеліңізді шақыра аламыз ба? Мейрам жұтынды. Ол үйде. Келіңіз. Үйге келді. Айгүл балаларға тамақ дайындап жатыр. Тыныш әдеттегідей Жұмағали кірді. Айгүл оған қарады. 1 секунд. Содан тамақ дайындауды жалғастырды. Жұмағали таныстырды өзін. Мен майор Жұмағалимын, сізге сұрағым бар. Айгүл басын иіскеді. Тыңдап тұрмын. Кеше түнде қайда едіңіз? Үйде күйеуіммен, балаларыммен. Күйеуіңіз растай ала ма? Айгүл Мейрамға қарады. Мейрам басын иіскеді. Иә, ол менімен бірге болды. Түннің бәрінде. Жұмағали жазды. Балалар растай ала ма? Айгүл қасқырды. Олар ұйықтап еді. 8 және 6 жаста. Түнде ояйыз ба оларды? Жұмағали иығын қысты. Жоқ, керек емес. Жұмағали Айгүлдің қолдарына қарады. Қалыпты қолдар. Таза, күйік жоқ. Бензин иісі жоқ. Тырнақтарына қарады. Таза, ештеңе, киімдеріңізді көре аламын ба? Айгүл таңданбады. Сіз не іздеп жатырсыз? Жұмағали жауап бермеді. Тек күтті. Айгүл бөлме етті. Шкафты ашты. Барлық киімдерін көрсетті. Жұмағали қарады. Қара киім. Бір топ. Бірақ таза. Жуылған, кебуге ілінген. Құрғақ, ештеңе күдікті емес. Жұмағали сұрады. Кеше киім жудыңыз ба? Айгүл жымиды. Әрдайым жуамын. Балалар ласма жүреді. Қашан жудыңыз? Таңертең таңғы 6-да. Жұмағали жазды. Сарайыңызды көре аламын ба? Айгүл келісті. Сарайға апарды. Қарады, ескі заттар. Ыдыстар, ештеңе, шелек. Айгүл бір шелекті көрсетті. Мынау қарапайым шелек. Ішінде су. Таза, бензин иісі жоқ. Жұмағали бензин іздеді. Табылмады. Көршілерге барды. Бибігүлге. Айгүл кеше сізге келді ме? Бибігүл ойланды. Жоқ, келмеді, ол келет деген бе? Жоқ, деді Жұмағали, тексеріп жатырмын. Өтірік айтыңыз ба? Жоқ, келмеді. Жұмағали таңданды. Мейрам айтты Айгүл Бибігүлді деп. Бірақ Бибігүл көрмеген. Қайтып келді. Мейрам қайтты. Әйеліңіз Бибігүлде болған жоқ. Мейрам қапаланды. Мүмкін менде шатасып кеткен шығар. Ол базарға барды шығар. Базарға барды. Сауда жасаушыларға сұрады. Айгүлді кеше көрдіңдер ме? Бәрі айтты жоқ. Жұмағали ауылға қайтты. Айгүлдің алиби бұзылды. Ол үйде болмады. Ол өтірік айтты. Екінші рет келді. Кешқұрым Айгүл үйде. Балалармен ойнап отыр. Жұмағали кірді. Айгүл таныды. Қайтып келді. Менде тағы сұрақ бар, деді Жұмағали. Сіз таңертең Бибігүлде болмадыңыз. Ол көрмеді. Базарда да болмадыңыз. Сауда жасаушылар көрмеді. Қайда едіңіз? Айгүл балаларға айтты. Шығыңдар, балалар шықты. Айгүл Жұмағалиға қарады. Тыныш, үйде едім. Өтірік, сіз үйде болмадыңыз. Күйеуіңізде қалай далмайды? Ол қолында.
Ол үйде еді. Жұмағали қасқырды. Ол сіз үйде деді. Сіз оны қорғап жүр. Неге? Айгүл күлімсіреді. Бір қиял әсер. Себебі ол менің күйеуім. Әрине қорғаймын. Жұмағали жақындады. Сіз 4 адамды өлтірдіңіз. Білемін мен. Дәлелдей аламын ба? Жоқ әлі. Бірақ табамын. Айгүл тура тұрды. Көзіне қарады. Дәлел болса табыңыз. Жоқ болса шығыңыз үйімнен. Жұмағали ызаланды. Сіз мойындамайсыз ба? Айгүл күлді. Қысқа күлкі. Не мойындауым керек? Мен ештеңе істеген жоқпын. Үйде едім. Отбасыммен. Күйеуім дәлелдейді. Басқа дәлел керек пе? Жұмағали шықты. Ашумен ол білді Айгүл кінәлі екенін. Бірақ дәлелі жоқ. Бензин жоқ. Киім жоқ. Куә жоқ. Тек ермектің айтқан суық көзі. Жеткіліксіз. Бір апта өтті. Тергеу жалғасты. Жұмағали ауылды аударып шықты. Барлық әйелдерді тексерді. Күдіктілердің тізімі ұзын. 15 әйел. Барлығы төлегенге қарыз болды. Немесе туыстары қарыз болды. Барлығының себебі бар еді. Бірақ ешкімнің дәлелі жоқ. Бензин жоқ. Күйік жоқ. Куә жоқ. Жұмағали білді біреу өте ақылды екенін. Барлық іздерді жойды. 2-ші аптада ермекті тағы тексерді. Басқа нәрсе еске түсті ме? Ермек ойланды. Иә, бір нәрсе. Қол дауыс, қандай дауыс? Күбірледі. Не деді? Естімедім бірақ. Әйел дауысы еді. Жас дауыс. Жұмағали тізімін қайта қарады. Жас әйелдер. 10 әйел. Оның ішінде Айгүл ол ең күдікті. Себебі оның күйеуі қарыз еді. Себебі ол өтірік айтты. Себебі оның көзі су. 3-ші аптада Жұмағали шешім қабылдады. Айгүл әкелді. Полиция бөлімшесіне. Талғарға 3 сағат сұрақ қойды. Айгүл өзгермеді. Тыныш үйде едім. Күйеуімен өтірік емес. Ермекті әкелді. Көрсетті Айгүлді, бұл әйел ме? Ермек қарады. Қараңғы еді. Анық емес. Бірақ, мүмкін. Жеткіліксіз Айгүлді босатты. 4-ші аптада прокурор келді. Талғардан іс құжаттарын қарады. Жұмағали айтты. Дәлел жоқ. Күдіктіні ұстай алмайсыз. Жұмағали айтты. Білемін ол істеді. Прокурор қолын көтерді. Білу жеткіліксіз. Дәлелдеу керек. Іс жабылды. Бір ай өткен соң Жұмағали ауылға қайтып келді. Соңғы рет. Айгүлді тапты. Базарда жанына келді. Сыбырлады. Білемін сен істедің. Дәлелдей алмаймын. Бірақ білемін. Айгүл оған қарады. Жымиды, дәлелдей алмасаңыз, олай болса ештеңе істеген жоқпын. Жұмағали өкінді. Неге? 4 адамды өлтірдің. Неге? Айгүл жымиы өшті. Көзі мұздай болды. Тыңда мұқият. Мен сізге бір рет айтамын. Ол оған жақындады. Дауысы өте тыныш. 2 ай бұрын 5 адам менің үйіме келді. Олар менің күйеуімді ұрды. Мені зорлады. Балаларым есікке тіні артында тұрды. Олар естіді. Олар білді. Мен полицияға хабарладым. Келмеді, ауыл әкімшілігіне хабарладым. Көмектеспеді, заң мені қорғамады. Ешкім қорғамады. Сондықтан өзім қорғадым. Жұмағали жұтынды. Бірақ өлтіру? Айгүл оны тоқтатты. Олар өлтірді мені. Ішімнен тек денем қалды. Мен оларды қайтардым. Жұмағали басын шайқады. Дұрыс емес. Айгүл күлді. Дұрыс. Дұрыс не? Заң ма? Қай заң? Мені қорғаған заң қайда еді? Жұмағали жауап бере алмады. Ол түсінді. Ауылда заң жоқ. Кеңес ыдырады. Жаңа мемлекет әлі жоқ.
Тек күш бар. Тек кек бар. Ол кетті. Қайтып келмеді. 5 жыл өтті. Мейрам мен Айгүл әлі бірге. Балалар өседі. Гүлназ 13 жаста. Дәурен 11 жаста. Қалыпты балалар. Бірақ түнде қандай түс көреді ешкім білмейді. Айгүл тыныш өмір сүреді. Базарда жұмыс істейді. Жеміс сатады. Көрші әйелдермен сөйлеседі. Күледі кейде. Бірақ көзінде мұз бар әлі. Түнде түс көреді. 5 адам жанып жатыр. Айқайлап жатыр. Ол сыртта тұр. Қарап тұр. Олардың айқайын естіп жатыр. Өкінбейді. 1 секундте. Себебі ол сол түнді ұмытпайды. 40 минут. Балаларының айқайын. Күйеуінің жылағанын. Өзінің өлген секілді болғанын. 5 адам оған 40 минут берді. Ол оларға 20 минут берді. Кек емес. Әділдік ақырында келді. Қараңғыда отпен суық көзбен. Айгүл түнде тыныш ұйықтайды. Алғаш рет 3 жылда. Себебі әділдік орнады. Өз қолымен